Кайырлы күн, ОПИ 21 тобының оқушылары. Бүгін сіздерде экологияны қорғаймыз атты ашық сабақ өтеді. Ашық сабақта барлығымыз бірдей қатысып отыруға тырысайық. Қойылған сұрақтардың барлығына бірдей жауап беріп отырыңыздар. Қазір сіздерге демонстрация экранын жасаймын. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы экологияны қорғаймыз. Экология деген не нәрсе? Экология латын тілінен аударғанда үй, баспана, логос деген ілім деген мағынаны білдіреді. Жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, ортаға бейімделу заңдылықтарын, сондай-ақ организм деңгейіндегі жоғарырақ тұрған биологиялық жүйелердің популяцияларын, организмдер мен қауымдастықтардың экожүйелерінің биосфераның ұйымдастыру және қызметін атқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Қоршаған ортаны қорғау. Оны қалай түсінесіңдер? Қоршаған ортаны қорғау деген табиғи жағдайын жақсарту, қоршаған ортаның табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, табиғи байлықтарды сақтау және көркейту негізінде табиғат пен қоғамның өзара үйлесімділігі. Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау туралы заң 1997 жылы 5 тамызда қабылданған. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, шаруашылық және басқа да қызметті табиғи экологиялық жүйелердің зиянды әсерін жол бермеу, биологиялық әралуандылықты сақтауға және табиғатты оңтайлы пайдалануды ұйымдастыруға бағытталған. Экология ғылымын негізі экология мен табиғатты қорғау деген ол егіз ұғым. Табиғат ол адам баласының тіршілік тынысы, әрі таусылмас қазынасы. Адам табиғаттың туындысы ретінде біте қайнасып, өміріне қажетті азық қорығын алады. Биологиялық түр ретінде алғашқы адамдар табиғат ресурстарын тұрпайы күйінде пайдаланып келді. Бертін келе саналы түрде үй шаруашылығымен айналысып, өсімдіктер баптап өсіріп, жануарлардың кейбір түрлерін қолға үйретті. Енді табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесіңдер? Табиғатты қорғау деген табиғат ресурстарын пайдалану барысында оны тиімді жолдарын іздеу, қайта түлету, бүліну, ластау жолдарынан сақтау және қорғауды жүзеге асыру. Табиғатты қорғауға ғылыми тұрғыда бағытталған халықаралық, мемлекеттік және қоғамдық ауқымдағы іс-шаралар жатады. Адам баласы табиғатты қорғау үшін оның заңдылықтары мен негізгі ұғымдарын білуге міндетті. Оған қандай міндеттер жатады? Негізгі міндеттерінің бірі ол биосфера шегінде барлық тірі организмдер бір-бірімен байланысты және қарым-қатынас жағдайында ғана тіршілік ете бейімделген. Бұл байланыстардың біреуінің бұзылуы табиғаттың тепе-теңдік өзгерістеріне әкелуі мүмкін. Сондықтан адам баласы әрбір табиғат құраушыларының орта мен табиғат экожүйесіндегі рөлін білуі тиіс. Екінші жағдай, ол табиғатта ешбір зат жоғалып кетпейді, өздеріңіз білесіздер. Егер адам баласы жаңа бір затты дүниеге келсе, оны жоюды да жолын табу керек, ойлану керек. Ол зат табиғи айналымға түсуі тиіс. Мысалы, адам полиэтиленді ойлап тапты, целлофандарды білесіңдер, күнделікті өмірде қолданасыңдар. Полиэтилен табиғатта айналымға түспейді, себебі оны ыдырататын, яғни бактерия жоқ, оны құртатын бактерия жоқ. Осыдан барып жер бетінде қоқыстар көбейеді. Үшінші жағдай, бұл заттарды барлық өзгерістер энергия жұмсаумен жүзеге асады, яғни энергияны сақталу заңы бойынша жұмыс істейді. Сол үшін адам баласы табиғатты пайдаланған кезде оны өндіру мен қайта түлетуді үйлестіре отырып, адам мен табиғаттың қауіпсіздігін сақтау керек. Төртінші жағдай, табиғатты экожүйелер мен ондағы қарым-қатынастар ұзақ жылғы тұрақты даму эволюциясының жемісі. Сондықтан адам баласы оны бұзбау керек. Ал бұзған жағдайда қайтымсыз экологиялық апаттарға алып келуі мүмкін. Осыған орай табиғатты қорғау ғылымы алдын ала бірнеше маңызды міндеттер тұр. Ол қандай міндет дейсіздер? Табиғатты қорғау ғылымының бірнеше маңызды міндеттеріне өндірісті, өнеркәсіпті, агрокешенді игеру кезінде табиғатқа түсетін салмақ ең аз мөлшерде болу керек. Ең бірінші міндеттерінің бірі. Екінші міндеттеріне өндіріс пен өнеркәсіп саласын ұйымдастыру кезінде адам баласы мен табиғат арасында экологиялық қауіпсіздік сақталуы тиіс. Табиғат ресурстарын игеру кезінде оны қоршаған ортаға пайдалы әсеріне көңіл бөлу керек. Және табиғат ресурстарын сол қалпында сақтау үшін қорықтар, ұлттық саябақтар мен басқа да ерекше қорларды, объекттерді көбейту қажет. Бұл табиғатты қорғау ғылымы бірнеше маңызды міндеттер болып табылады. Енді табиғатты қорғаудың негізгі бағыттарын білу әрбір азаматтың міндеті болып табылады.
Мысалы, оған ең бірінші маңызды міндет не нәрсе жатады? Айжан, сен айтып жүрші, бірінші міндет. Жасыл қорапта орналасқан сөзді оқысаң. Ең бірінші міндеті. Көрінбей тұр ма? Өзім жекеленген өндіріс орындары мен өнеркәсіпте экологиялық экономикалық кешендерді игеруге қазіргі заманды ғылым мен техника жаңалықтарын пайдалану, өндірістікке аз қалдықты немесе қалдықсыз технологияны енгізу. Дұрыс айтасың, ең бірінші міндеттері болып табылады. Зарина, екінші міндетін оқып жүрсең. Экологиялық заңдардың орындалуын үнемі қадағалау. Экологиялық заңдардың орындалуын үнемі ірі құрылыстарды, өнеркәсіп кешендерді, тағы басқа объектілерді салуды экологиялық сараптама жасау. Өнеркәсіптерді, кешенді тағы да басқа және соңғы міндеті ол табиғатты қорғау мәселелерін шешу туралы үнемі үгіт насихат және ақпарат жүйесін бастау. Келесі, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген. Негізі қоршаған орта заңмен қорғалады, білесіңдер. Заңға сәйкес бізде, например, қызыл кітапқа енген аңдар бар, оларды да қорғау керек. Қорықтар бар бізде. Қазақстанда қанша қорық бар, кім біледі? Соның барлығы, қорықтардың барлығы заңмен бекітілген, заңмен негізделген қорғауға жатады. Соның ішінде Қазақстан Республикасының Конституциясының 31-ші бабында былай делінген. Мемлекет адамның өмір сүруі мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп қояды. Адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін деректер лауазымды адамдардың жасыруына заңға сәйкес жауапкершілікке әкеліп соғады. Егер де бір браконьерлердің жағдайлары болса, егер де соны белгілі қоршаған ортаны қорғайтын органдарға айтпаса, ол міндетті түрде жауапкершілікке тартылу керек. Сол сияқты Қазақстан Республикасының Конституциясының 38-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғатты байлықтарын ұқыпты қарауға міндеттеледі. Экологиялық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік қарастырылған. Экологиялық құқық бұзған әкімшілік, азаматтық құқық, материалдық, қылмыстық жазаларға тартылады. Қоршаған ортаны қорғауда маңызды бағыт болып табылатын шаралар: зиянды заттардың мөлшерін азайту, жаңа тазалағыш құралдарын құрастыру, лас көздерін жою, қалдықтарды қайта өндіру, сулардың тұздалмауын қамтамасыз ету, өнеркәсіптік өндіріс қалдықтарын тұратын газдарды тазалау, зиянсыздандыру болып табылады. Енді қазір мен сіздерге осы жайында бір әлеуметтік видеоролик көрсетсем, соған зер салып қараңыздар. Одан кейін сіздерде сұрақтар қойылады, сол сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Так.
Бұл видеороликте не нәрсе түсіндіңіздер? Өз ойларыңызды айта отырыңыздар. Мен айтамын. Айжан айта ғой. Бұл роликта жаңағы адам баласы табиғат, яғни адам баласының қолында табиғатты қорғау. Ол қорғайын десе, ол қорғай алады, яғни ауасында тазарта алады, жерінде қорғай алады, жаңа тазарта алады. Ал егер бұзам десе, оны тоже өз қолында. Дұрыс айтасыз. Бүгінгі біздің Ластай да алады. мақсаты да міндеті де сол болатын. Экология адамның қолында тұрған нәрсе. Егер де қорғаймын десе қорғайды, ластаймын десе ластайды. Жер шарының ұзақ өмір сүруі, адамдардың жақсы таза дем алуы барлығы адамдарға байланысты. Экологияны қорғау әркім өзінен бастау керек. Қоқыстарды тастамау, артындағы қалдырған қалдықтарды жинап жүру, соның барлығы адамдардың қолында. Сол себепті экология адамдардың қолында. Экологияны қорғау әрбір адамның, әрбір тұрғынның міндеті.